Таэквондодан Оңтүстік Кореяның Чунчхон қаласында өтіп жатқан әлем кубогында Қазақстан құрамасы тағы бір медальға қол жеткізді. Жерлестеріміз аралас командалық сайыста Таиланд құрамасын 2-1 есебімен ұтып қола жүлдегер атанды. Бұған дейін жігіттеріміз екінші орыннан көрінген болатын. Спорт әлеміндегі өзгеде жаңалық алдағы топтамада. Индонезия астанасы Джакартада бокстан 19 және 23 жасқа дейінгі ұл қыздардың жарысы аяқталды. Жерлестеріміз Азиядан 11 алтын, 11 күміс, 8 қола жүлдеге иелік етіп, жалпы командалық есепте екінші орыннан көрінді. Нәтиже жаман емес. Бойында жігер мінезі бар талантты жастар өсіп келеді. Алайда бокстағы басты бәсекелесіміз көршілес елден қалып қойғанымыз қынжылтады. Жарыстың басы қасында болған әріптестеріміздің сөзіне сенсек, төрешілер біраз спортшымыздың бағын байлаған көрінеді. Бұрын бәрін айыбаға сыра салатын едік, қазір жаңа ұйым және оны қазақстандық Геннадий Головкин басқаратынын бәріміз білеміз. Қазақ боксшыларына енді қиянат жасалмайды деп қуанғандар көп еді. Бірақ баяғы жартас сол жартас. Жұмыржыр жексенбінің кешін тағатсыздана тосып отыр. Бір айдан аса уақытқа созылған доп додасының шешуші ойыны айдарының желескен Аргентина мен Испания өзара кім мықтыны анықтайды. Дәл сол күні 19 жастағы Ямаль мен 39 жастағы Мессидің шеберлігін тағы бір мәрте тамашалаймыз. Сондай-ақ ұстаз бен шәкірт арасындағы текетірістің де куәсі боламыз. Аргентина құрамасының бас бапкері Лионель Скалони Луис де ла Фуентаға шәкірт екенін көпшілік енді біліп жатыр. Скалони бапкерлікке бет бұрған жылы, яғни 2017-де Испанияда де ла Фуентадан тәлім алған екен. Ұстазы мықтының ұстамы мықты демеуші ме еді. Скалони Аргентинамен қорлықтаған емес, әлемді де мойындатты. Енді міне екінші рет командасын шың басына шығарсам дейді. Луис бапкердің дарманы сол, Испаниямен әлем чемпионы болу. Ендеше ұстаз ба, әлде шәкірт озама, оны жексенбінің кешінде білеміз. Футбол тойы аяқталған соң ауыз түйістер қыза түседі. Қазірде біраз ойыншылар команда ауыстырып үлгерді. Кеше ағылшын футболшысы Мейсон Гринвуд Фенербахче жейдесін киді. Түріктер Гринвудпен 4 жылдық келісім шартқа отырды. Трансфер құны 39 миллион еуро. 24 жастағы ойыншы өткен маусымда француздардың Марсель командасында 32 ойында қарсыластар қақпасына 16 гол соғып, 7 рет әдемі пас берген. Тұманды Альбионда ерте танылған талантты футболшы осылайша Түркиядан бірақ шықты. Испаниялық теннисші Карлос Алькарастың кортқа қашан оралатыны белгілі болды. Жарақатына байланысты Ролан Гаррос пен Уимблдонға қатыса алмаған испан жұлдызы қазір жаттығу жұмыстарына кірісіпті. Енді тамыз айында өтетін Цинциннати турнирінде өзінің чемпиондық атағын қорғап қалуға тырысамын депті. Бұл турнир тамыздың 13 мен 23 аралығында өтеді. Алькарас жарақат алғалы, оның басты қарсыласы Янник Синнер әлемдік рейтингіде ұзап барады. Енді жыл соңына дейін үлкен дулыға жарыстарының бірі US Open бар. Былтыр бас жүлде алған Алькарас биылда сол биіктен көрінгісі келеді. Жандос Айтбайұлы, 24 KZ.